Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз статистика элементтер тақырып бойынша кезекті 12375 есепті шығарып көреміз. Ол есеп былай дейді: дүкенде шоколадтың 3 түрі және балмұздақтың 4 түрі бар екен. Жансая бір шоколад пен бір балмұздақ сатып алғысы келді. Неше тәсілмен бір балмұздақ пен бір шоколад таңдай алады дейді. Енді шығарып көрейік. Бізде шоколадтың 3 түрі бар, балмұздақтың 4 түрі бар. Мысалы, Жансая А деген шоколадпен бір балмұздақты, А деген шоколадпен екінші балмұздақты, А деген шоколадпен үшінші балмұздақты, А деген шоколадпен 4 балмұздақ алар еді. Бізде А деген шоколадтан 4 тәсіл болып тұр. Сондықтан 4-ті 3-ке бір-біріне көбейте саламыз, 12 тәсіл. Енді бұл жерде пен деген сөз үшін екі санды бір-біріне көбейтуге болады. Келесі, дәл осы есеп тек қана немесе деген сөзбен алмастырып көрегенді. Бұл Жансая деген қызымызда, мысалы, ол бір шоколад немесе бір балмұздақ алғысы келіп тұр. Екеуін бірдей емес, біреуін ғана ала алады. Сондықтан бұл жерде біз 3 түрлі шоколадқа 4 түрлі балмұздақты қосамыз, сонда 7 тәсіл шығады екен. Құрметті көрермен, енді бері қараймыз. Соңғы тоғы мынандай болады. Егер берген заттарды пен деген, мен деген сөзбен жалғастыратын болсақ, онда ол сандар бір-біріне көбейтіледі, 12 тәсіл шығады. Ал егер немесе десе, немесе бір шоколад, немесе бір балмұздақ деген немесе сөзімен байланысатын болса, онда ол екі сандарымыз бір-біріне қосылады. Сонда 7 тәсіл шығады екен.